жаңалықтарыңыз бар, не қылып жатырсыздар? Біз үйде мінекей бала шағаның қасында мереке дегеннің ең жақсысы сол ғой. Ешкім жұмысқа бармайды, мыналар сабаққа бармайды. Әйтеуір демалып қаламыз. Сонысымен қызық бізге мереке деген бар ғой. Әйтсе мереке екен деп ешкім ешқайда шығып жатқан жайы жоқ. Бір демалыста үйде болсақ деп армандаймыз ғой. Шешем келді, 2 күн соның әңгімесін тыңдап жырғап қалдым. Тағы бір күн жат десем жатпайды, Алла, жатпайды. Кетем де кетем деп аңырап тұр. Кетем деп аңырап тұр. Ай, сен ешкім тұсаулап алып қалмай, жатшы тағы бір күн десем жатпайды. Жыным ұстағанда сенен ана келін демалыс едер жатшы десем жатпайды ғой. Аллай. Сол ауылдағы қара шаңыраққа барам деп аңғыздап Хей, тамаққа қосам деп дымын қоймайды ғой. Ауылға барам деп аңырап тұр. Сонымен кетті. Осы шешелер бар ғой, қыздарының үйіне келіп жатамайды. Неге жатамайтынын қайтамайды бар ғой. Ауыл ана қара шаңырақ деп аңырап тұрады. Сонымен баршы деп салып жібердім. Кешір, қалдарыңыз қалай? Несі? Ой. Мынау менен бірінші дайын айтыр. Қолы бұлай, ей. Кейін бет жүретін депутаттар болып кетті. Ей, ойбай, қайдағы көрсетме. Қайдағы көрсетме. Мынаған қайсын кереткен? Сенен шығады осы пәленің бәрін. Үндемей жүріп сенен шығады пәленің бәрін. Қыз басымен анау шығарды ма? Ойбой. Еді қайт. Сен бе үйреттен? Әй, сен бе үйреттен дейін. Тұрсын жаман андағы көзіңе қарағанда сен үйреткен сияқтысың пәленің бәрін. Әкелдер, шай қойшы, шай берші бізге, шай берші айналайын. Шай ішейік, басыңыз ауырып отыр. Әкел. Ойбай, дайын тұрады кен шайың, мынау немене? Мен айтайын деген басқа болатын. Ана қатындардың бәрі бірдеңе ақшадан жинап, қазір бар ғой, сая қалып жатыр екен ғой. Ойбай, ауылда қатындар түр-түрімен кастрөлден алып тастапты. Өзің білесің, неден алсаң да, кіре қал, айналып жүр, бірімізге саяқ жүр аламыз. Бұл не деген батпан қайдық? Ертең пәлеге қалып, маған шырылдап дайрегімен жазып жүрмеңдер. Ойбай, мына саяқ аламыз деп пәлеге қалып, 13.000 теңгем жоқ болды, 18.000 теңгем ішті үйлі болды деп жүрмеңіздерші құрсын. Бұл не деген батпан құйрық деп жатырмын мен. Әйтеуір қатын біткеннің бары саяқ алып жатыр біз жақта. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Не жаңалықтарыңыз бар? Не істеп жатсыздар? Мерекелеріңізбен. Бұл не мереке екенін кішкене түсінбей қалғанымыз бар енді. Бала шаға сұрағанда деп қалдық енді. 8 март болса ойбай халықаралық әйелдер күні деп жатушы ек. Жаңа жыл келсе ойбай мінекей жыл аттады деп жатушы ек. Енді бүгін не айтарымыз білмей тосылғанымыз рас енді. Бірақ мына қыз қыстап жатты қызымыздан түсіп. Оған да рахмет. Қазір далаға шықпайтын болдық қой. Осы қыз ұйпа-типамыз шығып жаттық. Одан бала шағамен бір қоқысып алдық. Одан шай тамағымыз. Енді жұмысқа бармадық, далаға шықпадық. Соның өзі мереке болып отыр ғой қазір. Рахмет президент күніне де. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болған кезде ойбой, өтірігі жоқ, енді қой үстінде боз торға жұмыртқалаған кез болды ғой. Тойладық қой. Рас қой. Бетімізге маска кимегеніміз рас. Тойлап, мемлекетте ғарық болып, тойға өзімізде ғарық болдық қой. Жүрдік қой, бейжай. Сондай заман болған рас қой енді. Тойдан қашып жатыр ғой. Той деген пәле болды деп ырымы жаман. Тойдың несі жаман? Тойлаймыз деп, бір тойға бір көйлекті киіп, екінші тойға о көйлекті киіп бармаймыз деп, түріктің көйлектерін қарызға алып киіп жаттық қой. Енді қазір түріктің көйлегін қарызға алып кимек түгілі әншілер түріктің тамын қарызға алыңдар деп жатыр ғой. Сұмдық енді, үйлері де сұмдық, жайлары да сұмдық. Енді әне жерге барып тұрағын келеді. Бағасы да сұмдық, бөліп төлеуге де береміз деп неше түрін айтып жатыр я. Құрсын, қазақтың қарызы аздай. Енді қамаған көйлектің қарызы біткенде тамдарын алып сыйға қарызға батайық енді. Бізге сол жетпей тұр еді енді. Барып, алып қарызға батсаңыздар, шығамай отырасыздар. Күніге Түркиядан звонок келсе жылап. Масқараға не керегі бар оның? Ойбай осы шетелге кеткен ата жұрттың барлығы өлер жағында өзімнің елінің топырағына барып өліп көмсе екен деп армандап өтті ғой. Құрсын, не бар шетелде? Сізді біреу келе қал деп күтіп отыр ма? Өмір бір-ақ рет беріледі, сол бір ғана өміріңізде өзіңіздің ағайын туғанмен ел жұртыңыздың ішінде қазақша сөйлеп, жүрем десеңіз жүріп, тұрам десеңіз тұрып өмір сүргенге не жетсін? Ақшаның құл болып барамыз ау. Соны қойыңыздар. Мына шетелге барғанда үйретем, шетелде тұрғанда үйретем, жүрген тұрған бүгін шігесімен үйрет, сен сояққа қоныс аударып жіберем дегеннің бәрін қылмыскерлер олардың барлығын жауапқа тарту керек. Оңбаған ғой.
ата жұртынан елді бездіріп, енді оңғайынан безіп жатқан жоқ деп шығады ғой енді біраз адамдар ше. О да рас. Бірақ өзің жұртың жететін жер жоқ. Міне сенің жәннатың, міне сенің жерің, елің. Бір жақта ит өлім болғанша мына еліңде, жеріңде өмір сүріп, осы жерде өзіңнің еліңде қалғаның жақсы. Тамы да бар болсын, көлігі де бар болсын, бәрі аман болсын. Қарызға батпаңыздар құрсын. Біздің еліміздің қарызы бар екен шетелге. Біздің экономистеріміз не қарап отырды деймін да? Неге ойланбады? Неге сараламады? Неге сонша байлықтың үстінде отырып осыншамаға батты деймін? Ауылдағы жеңгелеріміздің есебінде есепке жүйрік емес пе деймін? Бір сиыры бар, күйеуі мен әйелінің жұмысы бар, 4 баласы бар отбасы, миллион кредит алуға қорқады. Ол ойлайды, ертең 4-інің киімі бар, ішім жемі бар, той-томалақ бар, ас ауқат бар, жүрген тұрған бар, квартплата бар, менің айлығымнан не қалады дейді ғой. 50.000 теңге қалды, 50.000-ді мен оған берсем, ертеңгі күнім не болады дейді да. Олар оқымаған. Оқымаяқ сонда есебі бар да. Ал енді оқыған экономистеріміздің есебі дұрыс па деймін. Кішігірім бір үйдің отбасының саясатындай саясатты жүзеге асырамай отырмын. Неге ойланбады? Бұны қалай төлейміз? Налог қайдан келеді? Анау қаншадан береді? Мынау қаншадан? Әкесіне шағып есептеп берейік онда. Рас кезінде кредитке батқанбыз, о бастан ешкім білмеді бұл кредит жайында ше. Сауаты жоқ. Қазір қорқады адамдар. Қазір банктан өзі звондайды. Ала қал деп. Айналайын, шырмауған басымыз кеше ғана арылды, сен кредитін аулақ жүрші, айналайын. Звондама десем, қайта звондайды. Анау бас тақырбасы бар, басқасы бар. Анау мықты есепке, жүйріктер есепке шағып жүрмеймін. Мына адамдан нанша налог келеді, наншама кредит бар. Наншадан нанша. Мына кредитті мына шетелден амайық батып кетеміз. Мектептің математиктері бар, біз жақта жақсы математик. Әкесіне есептеп берсін. Қазақтың кредитке батқан аздай енді еліміздің қарызы біздің басымызға бәле.